кіргенде ол кірмеген, ол потребитель болып пайдаланатын қыстан бері деп таяғын атылған жасаған екен. Содан кейін келдім да оған дейін ойланып естігенмін, бірақ ойланып жүрген. Содан келіп мен продукция алғаннан кейін бір айдың ішіндегі жетістікті айтайын деп отырмын. Насколько мен сенбейтін адаммын. Мен немерем аллергиясы бар 4 жылдан бері. 14-те қыз ғой. Постоянно мынандай түшкіріп, осындай жаз келгеннен бастап көгалдан ба, неден ба біз ана үй жақта неден помидорға да кіре алмайтын, неге де кіре алмайтын түшкіріп, түнімен мына пырсылдап мұрнына сеуіп жататын. Элементарно осыны застераны бердім, мына спирулин застераны іштедім. Сіздерге өтірік маған шын, мен немерем, мен кейінгі кезде айтам, сен осы не қылмасын. Түшкіргенді қойдым десем, әже мен түнде нормально демалып ұйықтап жүргенді айтсаңшы. Элементарно. Содан осы жерде қызым отыр мінекей. Менің қызым шамалы толықтығымен жаңағы енді тыншықтай сүйегілері алысып диетаға да күлкіға да отырда неге бір нәтиже болмай осыдан спирулинаны ішіп, аш қарынға ішіп, содан сіздерге мен айтайын даже қазір көрсет деп айтпашы тек деді ғой. Мына қарындардан паразиттер шыққаны терісінің астына кәдімгі бүйтіп шып сияқты бүйтіп шыққан кезде енді не істейміз деп йодпен күйдіріп жора шығарып солар. Дартакостик нелері, паразиттері мейлі шығатын жерден шығатын шығар, уже шығатын жерді алмай терісінің астына шыққан. Мына жерден бұлай, келіп қарады да бұлай. Сосын келінім медработник ол айтты, мамам органға түсіп кетпесін, орган жеп қояды, тезек күйдіру керек деп, йодпен күйдіріп, осы тұтқанда қызым отырады. Езі қарным көрсетпесе деп мен уже 3-4 келі салмақ тастағанында, тұршы мына жерге. Менің қызым 41-де туған қызым. Салмақта тастағанына. Одан кейін сол өзім жаны ашитын адамдарына не аласың ғой, алдымен жаңағы любой нәрсені біреуге ұсынбас бұрын өзің алдымен соған нәтижеге жетуің керек. Сонда уверенно мінекей мен пайдаландым деп айта аласың. Ал жұрттың жетістігімен мынандай болып, мынандай болып дегенге біздің халық сенбейді. Сол сияқты қайсыңында келіп отыр бүгін. Қайсыңында мына жерінде бірдеңе тұрады деп тамаққа да зауқы жоқ, төменде сол қаратқан жұмыс істейтін соң басты 15 күн жұмысқа жарамай 3 ай жатты, үкіметтің берген дәрісін ешқандай нәтиже болмады. Осыдан кіріп мен іштеп жаңағы саумал бар ғой біздің. Қарамат саумалды жаңа көрсеткен жоқ. Саумал деген біздің жаңағы Қазақстаннан шығатын қаралықта өнім 2 литр, 1,5-2 литр саумалды қатырып, кристаллизировать етіп, таблетка есебіне шығарған саумалды алып ішсе, бұл, например, саумалды былайша саумалды ішсе, адам ішін өткізеді алдымен. Ол ішеді, іші өтеді, содан не болды? Алдымен іші кетеді, содан соғысын барып, және үйрен барып ішеді. Ал бұдан іші өтпейді. Бұл керемет адамға әл береді, сымақ береді. Особенно токсикоз бар келіндерге керемет, бұл токсикозды жеңеді. Әр балаға да тамақ болады, өзіне де тамақ болады. Енді мен оны келінім құдай қаласа көтеріп жатса, мен обязательно токсикоз страшный осыны обязательно. Осы қайсыңмен осыны бердім, осыны іштедім, сосын тағы алдымен ол енді қанша айтқанда жасы 63 жылғы, сондықтан да алдымен организм очистка, мягкая очистка дейді ғой, мен енді жайме үйреніп жатыр, конечно. Мягкая очистка дейді, жайме очистка жасап, барып ана бәрі ішкен кезде действие береді бұның бәрі. Сондықтан да мен қайсың кеше 15 күн 2 күн болып уақытынан келгенде дым шаршаған жоқпын деді, бодыр жүрдім деді, ажары әдем болып, аппақ болып әдем болып келді. Мінекей біздің бір айдың ішіндегі нәтижеміз шөлдәріліктен уже жылдар. Және әрі қарай жұмыс істейтінмен өзім анық жетеді. Жаңағы бизнес начинать никогда не поздно. Денсаулығымды өзімде шығардым, мен бұны спирулин бастадым. Денсаулығымды жөндеп алып, бизнес начинать никогда не поздно. Мен жасап, артынан немерелеріме қазір не пенсияны тастай алмайды, енді үкіметтің берген пенсиясы өзімен бірге кетеді. Плюс еще кредитін тастап кетемін мен. А